Атай бір күні шалқан егеді. Шалқаны үлкен болып өседі. Атай шалқанды жұлып алмақ болып, желкенінен ұстап, былай тартқылайды, былай тартқылайды. Шалқан жерден суырылмайды. Көмекке әжейді шақырады. Әжей Атайдың белбеуінен ұстайды. Атай шалқанның желкенінен ұстап, шалқанды былай тартқылап, шалқанды жерден суыра алмайды. Көмекке немере қызын шақырады. Немере қыз әжейдің белінен, әжей Атайдың белбеуінен. Атай шалқанның желкенінен ұстап, шалқанды былай тартқылайды. Шалқанды жерден суыра алмайды. Көмекке күшікті шақырады. Күшік немере қыздың етегінен, немере қыз әжейдің белінен, әжей Атайдың белбеуінен. Атай шалқанның желкенінен ұстап, шалқанды былай тартқылайды. Шалқан жерден суырылмайды. Көмекке мысықты шақырады. Мысық күшіктің құйрығынан, күшік немере қыздың етегінен, немере қыз әжейдің белінен, әжей Атайдың белбеуінен. Атай болса шалқанның желкенінен ұстап, былай тартқылайды. Шалқан жерден суырылмайды. Енді көмекке тышқанды шақырады. Тышқан мысықтың құйрығынан ұстайды. Мысық күшіктің құйрығынан ұстайды. Күшік немере қыздың етегінен ұстайды. Немере қыз әжейдің белінен ұстайды. Әжей Атайдың белбеуінен ұстайды. Атай шалқанның желкенінен ұстап, былай тартқылап, шалқанды жерден суырып алады. Барлығы шалқаннан сорпа жасап, мәз болып ішеді.